Қазақ халқының тек қана өзіне тән салт дәстүрі, бағзы заманнан бері сақталып келе жатқан әдет-ғұрпы, ырым тыйымдары бар. Ол жайдан жай, негізсіз шыға салмаған. Ұлы жаратушының адамға берген ең ерекше сыйы сана сезімнің арқасында табиғат пен адамның рухани әлемі мен жан тәнімен байланыса келіп, қорытынды арқылы шыққан дүниелер. Соның бірі тәрбие құралына айналған тыйым сөздер. Бұл жаман әдет, жат пиғыл, орынсыз қылық, теріс мінездерден сақтандырып отырған. Осы бір ұстанымның артында адам жанын тәрбиелеуге негізделген ізгі ниет жатыр. Осылар арқылы біздің қандай ұлт екеніміз ашылады, ұлттық бейнеміз танылады.